Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода пеште пісетін, өте дәмді болып шығатын, және де 3 түрлі түйілу әдісімен жасалатын пирожки дайындайтын боламыз. Үй жағдайында өте дәмді болып шығады, және де тура осылай 3 түрлі қылып түйетін боламыз. Соны үйренетін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізде пирожкиміз өте жұмсақ, сондай дәмді болып шығатын болады. Ең алдымен бізге керекті заттар: сары майымыз, ерітілген су және сүт, және де біздің ашытқымыз бен тұзымыз қажет болады. Ең алдымен таза табағымызға суымызды, оның үстіне сүтімізді және де майымызды құямыз. Барлығын мөлшері бірдей болуы қажет. 300 стакан құйылды, және де кішкене араластырып, біздің ашытқымыз бен тұзымызды салатын боламыз. Салып, жақсылап араластырып, бізде ашытқы құрғақ болғандықтан жақсы көтеріледі. Ұнымызды салып, илей беретін боламыз. Мен алдымен осы вилкамен, кейіннен қолмен иледім. Жақсы жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Мінекей біздің тестамыз дайын болды. Енді оны жылы жерге 1 сағатқа жауып қоятын боламыз. Мінекей біздің картошкамызды тұз салып қайнатып алдық. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап езіп шығамыз. Енді мінекей қамырымыз біздің ашыды. Осыны жақсылап бір қайтарып тастаймыз. Қайттан бетін жауып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз ашыды. Енді осыны бізде 45 граммнан өлшеп пісіретін боламыз. Барлығын осылай 45 граммнан өлшеп алатын боламыз. Болмаса көз мөлшермен істей беруге де болады. Барлығын осылай домалақтап шыққаннан кейін жақсылап жаямыз. Қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай, орташа қылып жаятын боламыз. Және де картошкамызды салып, мынау мінекей видеода көрсетілгендей жасаймыз. Бұл бірінші түйілу әдісі. Осылай түйсеңіздер де болады. Болмаса екінші, үшінші әдісінде көрсетемін. Өз қалауларыңызша осылай әдемі қылып пирожкимізді жасауға болады. Мінекей біздің пирожкиміз дайын болды. Енді үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, бетіне күнжіт болсын, мак болсын, өз қалауларыңызша себуге болады. Мен осылай май мен ұнды үгітіп, осылай сеуіп шықтым. Бұл да өте әдемі вид береді, және де дәмді болып шығады. Және де 180 градуста 30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирожкилеріміз дайын болды. Өте әдемі, сондай дәмді болып шықты. Осындай 3 түрлі түйілу әдісімен пісіп шықты. Сіздерге қандай түйілу әдісі ұнаса, солай жасасаңыздар болады. Маған осы үшеуі өте қатты ұнайды. Өте сондай жұмсақ болып шықты. Бізге осы пирожки жасаған өте қатты ұнайды, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сөзсіз керемет болып шығатын болады. Және де қамырымыз ашқаннан кейін бір қайтарып тастасаңыздар, осындай воздушный болып шығатын болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен болған Келінка Майра Құлан. Менен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.